Енді спрейді қолданатын болсақ, қалай дұрыс үй жағдайында әйел спреймен мұрын қуысын жуу керек, көрсетесіз ба соны? Үй жағдайында қалай мұрын жууға болады? Мысалға гайморит кезінде антибиотиксіз емдеу барысында осындай арнайы ингаляторлар қолдануға болады. Мұрын демалады, сосын барып бері қарай шыға алады. Мұрынды жуған кездегі қысым өзіне қарай тарта бастайды. Антибиотик қосу керек болады, иә? Бізде қандай антибиотиктер қосуға болады деген сұрақ туындайтын шығар енді барлығының ойында. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгінгі видеода қыздар біз жүкті келіншектерде өте жиі кездесетін проблемалардың бірі гайморит туралы айтатын боламыз. Қалай обследование өту керек, қалай емделу керек, гайморит кезінде не істеуге болады, сол туралы айтатын боламыз. Және де бізде бүгін қонақта әдеттегідей 7 жылдық тәжірибесі бар лор дәрігер, Алматы қаласындағы Сана клиникасының дәрігері Азизбек Бақтиярұлы бүгін жүкті келіншектерге байланысты, осы гайморит проблемасына байланысты сұрақтарымызға жауап беретін болады. Қайырлы күн. Бүгін жүкті әйелдерге өте маңызды осы гайморит тақырыбында жауап беруге келіскеніңіз үшін үлкен рахмет. Енді сізге қоятын сұрақтарымның біріншісі, жүкті әйелде қандай кезде гайморит пайда болады? Грипп сияқты аурулармен ауырғаннан кейін пайда бола ма, немесе гайморит өзімен өзі пайда болуы мүмкін ба? Кез келген аурудың бір себебі болады дейді ғой. Бұл жаңа гаймориттің де өзінің себебі бар. Гайморит дегеніміз жалпылама былай айтатын болсақ, ол мұрынның қуыстарының қабынуы. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, жаңа мұрын бітелсе гайморит деп айта береді да, оны түсінбегеннен кейін. Ал оның шығуына алып келетін себептеріне келетін болсақ, ол бізде вирустық этиология. Вирустардың әсерінен, ауада қалып жүрген вирустардың әсерінен бізде адамның организмі әлсізденеді. Сол вирустарға қарсы күресу күші әлсірегендіктен бізде вирустар мұрын ішінде өзіне қолайлы орта жасап, сол жерде қабыну тудырады. Сол қабынудың арты осы гайморитқа алып келуі мүмкін. Мысалға, әйел адамда насморк, мұрыннан су ағу, тамақтың ауруы сияқты проблемалар басталған кезде біз оларды уақытылы емдемейтін болсақ, немесе жүкті әйелдерде иммунитеттің төмендегеннен ол ары қарай асқынып гайморит болып кетуі мүмкін сонда, иә? Енді мысалға, гаймориттің белгілері қандай? Вот мысалға, мына жерім ауырған кезде менде гайморит шығар деп әйел ойлайтындай, қандай нақты гаймориттің белгілері бар? Гаймориттің белгілеріне келетін болсақ, ең бастысы ол бізде жаңағы адам әлсіреуі мүмкін. Ең басында мұрынмен демалу қиындайды, ең бірінші себептердің бірі. Мұрынмен демалу қиындайды, мұрыннан аздап шырыш бөлінуі мүмкін. Шырыштың құрамы әртүрлі болуы мүмкін, кейбір кезде іріңді болуы мүмкін, кейбір кезде тек қана су ретінде. Кейде сап-сары сұйықтық кейбір кезде сап-сары сұйықтық болып шығады. Ал гайморит дегенде жаңағы синусит, жалпы айтқан кезде ол өзінің кезеңдері бар, бірінші, екінші, үшінші кезең деген сияқты. Ең басында тұмаурату. Тұмау деген кезде ең бірінші кезеңі ол бізде 2 сағаттан бірнеше күнге дейін, 1 күнге дейін, 2 күнге дейін барады. Ол кезде мұрынның шырыш қабаты құрғақтану сатысы, ол кезде мұрын жыбырлай бастайды, өзі адамдар сезеді. Мұрнын ұстап жаңағыдай не істеуі мүмкін. Екінші сатысы бізде ол 1-2 күннен бастап ол бірнеше күнге созылады. Ол кезде көптеп шырыш бөлінеді. Ол кезде ірің де бөлінуі мүмкін. Ал үшінші сатысында ол өзіне қалпына келу сатысы. Ол кезде адам жағдай жеңілдейді, шырыштың бәрі шыққасын адамға комфортно болады. Енді гаймориттің нақты әйелдегі белгілері ол мұрынның бітуі. Мұрынның бітуі, мұрыннан шырыш ағуы кейде болады, кейде болмайды. Ал тұмаудың басында кейбір кісілерде болуы мүмкін температура. Беттегі оң жақтың сол жақтың ауыр сезімі. Адамда, гайморитте егер қуыс іші іріңге толатын жағдайда бізде белгілері жаңағыдай ұстаған кезде ауру сезім пайда болады. Адам былай басын еңкейткен кезде де төменге қарай тарту, ауру сезім тартады төмен қарай. Осы тағыда басын ауруы. Бастың ауруы қосылуы мүмкін асқынып кеткен кезде. Яғни гайморит осы видеоны көріп отырған қыз келіншектерде бұған дейін де гайморит негізі болған болар, бұл тақырып қызықты болғанына қарағанда. Енді мысалы көбінесе белгілерді әрине қыз келіншектер біледі, гаймориттің белгілері қандай екен. Енді мысалы әйел жүкті, осындай белгілерді өзінде байқады. Оң немесе сол жақта ауру сезімі, бастың ауру сезімі, мұрынның бітелуі, шырыштың мұрнынан ағуы. Осындай кезде жүкті әйел кімге бару керек, не істеу керек? Жүкті әйел ең бірінші кезеңде ол лорға барады. Жергілікті өзінің дәрігеріне барады. Ол кезде біз ол кісіні толық тексерісін өткіземіз. Ең бірінші шағымдарын сұраймыз, сосын барып
жаңағы эндоскопиялық тексеруден өтеміз. Ол жүктілерге ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ. Біз ол кезде рентген жаңағыдай диагностикадан, сәулелі диагностикадан өткізе алмауымызға байланысты тек қана көзімізбен көріп болжамды диагноз қоя аламыз ол кісілерге. Жүктілік кезінде соның ішінде бірінші триместрда қыздар мысалға жүкті әйелге ешқандай рентгенге түсуге болмайды. Осындай жағдайда сіз мұрынның ішін арнайы аппаратпен қарап тексересіздер. Одан кейін арнайы УЗИ аппараттар да бар екен, иә? Иә, арнайы сондай датчик УЗИ аппараттар бар. Именно жаңағыдай гайморитті сүйектің арғы бетіндегі сұйықты анықтайтын арнайы сондай УЗИ аппараттар бар. Жүкті әйелдерге ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ. Алматы қаласында мысалға медициналық орталықтарда ондай аппараттар қазір бар? Ондай аппараттар табуға болады. Иә, осы Алматы қаласында өзіміздің елімізде бар ондай аппараттар. Яғни қыздар, егер де сіз жүкті болсаңыз, сізде гаймориттің белгілері болса, онда ешқандай рентгенге түспей-ақ арнайы УЗИ аппаратпен сізде гайморит бар ма, жоқ па, соны анықтауға болады. Өте жақсы құнды ақпарат болды. Енді дәрігерге келді, гайморит диагнозы қойылды, одан кейін ары қарай тактика қалай болады? Диагноз қойылғаннан кейінгі біздің келесі кезеңде істейтін жұмысымыз ол бізде жаңағыдай ем жазу. Ем жасаған кезде біз оның жүкті екенін ескереміз, және қай кезеңде тұр, қандай триместрде тұр, соған байланысты біз ем жазамыз. Ал гаймориттің емі міндетті түрде ол антибиотик қабылдау ма, немесе антибиотиксіз де гайморитті емдеуге бола ма? Антибиотиксіз, әрине антибиотиксіз емдеуге болады. Айтатын ғой, ең басында ол себебіне байланысты. Егер біз эндоскоп аппаратымен мұрын шырыш қабатында ірің болатын болса, адамның жағдайына қарай ешқандай бұлай әлсізденіп, ондай жағдай болмаса, біз антибиотиксіз шығаруға болады. Міндетті түрде антибиотик қосудың қажеті жоқ. Бірден. Өйткені гаймориттің статистика бойынша сондағысы 5%-ке дейін, даже 2%-ке дейін деп айтады. 2%-ке ғана 100 адам гайморит болса, соның 2-5% қана, 2-5 адам ғана антибиотикке қажет болуы мүмкін ол кісілерге. Яғни басқа 95 адамды антибиотиксіз емдеуге бола ма сонда? Егер де антибиотик қолданбайтын болсақ, онда қандай ем шаралар жүргізіледі? Бізде жүргізетін емдерге келетін болсақ, ең басында ол мұрын шырыш қабатының ісігін басып, адамға мұрынға демалуына жағдай жасау. Сол кезде мұрын ашылатын болса, бізде жаңа шырыштар обильно көптеп шыға бастайды да, адамға жеңілдік сыйлайды. Мұрынның жаңа қосалқы қуыстарында көрсетсін. Мысалы айтатын болсақ, мына мұрынның ішкі беті, көлденең кесінісінің ішкі бетін айтатын болсақ, бізде мынау гаймор қуысы. Мысалы, мына жоғары тістердің жоғарғы бөлігінде орналасқан арнайы сондай қуыс бар, адамның басындағы ең үлкен қуыс. Бұл қуыста бізде ірің мынау төменнен жоғары қарай былай толатын болса, ол толған сұйықтық бізде сүйекті ығыстырып итере бастайды. Қысым береді. Ауру сезімі пайда болады. Ауру сезім болады. Сондықтан адам былай иілген кезде жаңағыдай ауру сезім пайда болады. Содан бұл сұйықтық шыға алмай қалады. Өзінің арнайы тесігі бар, шығатын тесігі. Сондағысы ол диаметрі 3-4 миллиметр. Яғни сұйықтық бұл гаймор пазухасынан адамның мұрнына қарай өту керек. Және де ол сұйықтықтың өтетін арнайы жолы бар. Ол кішкене ғана тесік, оның диаметрі өте кішкентай. Егер де адамда қабыну болатын болса, ол тесік жабылып қалады. Сондықтан гаймор пазухасында орналасқан сұйықтық болсын, іріңді болсын, шыға алмай қалады. Және сіздердің тактикаларыңыз бағана тесікті ашып, ол сұйықтықты мұрынның ішіне өткізіп, мұрыннан шығарып алады. Бұл жерде біздің қызметіміз сол тек қана мұрынның ішіндегі былайша айтқанда форточка ашу, форточка жасау. Сол кезде ішке қарай ауа кіріп, сұйықтық шыға бастайды ақырындап. Мұрынның өзінің қызметі бар, сондай шырышты шығаратын қасиеті бар. Бірақ ол сұйықтықты мұрынның ішіне алып келу керек. Енді сіздердің тарапыңыздан оны қалай жасайсыздар? Ол форточканы өзіңіз айтып отырғандай қалай ашасыздар? Ең бастысы бізде бірінші кезекте мұрынға тамыр тарылғыш дәрілер тамызып, мұрын жолын ашамыз. Сосын содан кейін барып біз механикалық түрде мұрын жуамыз. Жаңағыдай тұрып қалған іріңдер шыға алмай жатқан болса, ол консистенциясы қою да болуы мүмкін, сұйық та болуы мүмкін. Егер қою болса, оны шығаруға күші жетпейді. Мұрын қуысының ішіндегі шырыш қабық. Сондықтан біз механикалық түрде оны жуып, артық шырыш қабықтың барлығын босатқаннан кейін барып мұрын демалады, сосын барып бері қарай шығабады. Мұрынды жуған кездегі қысым өзіне қарай тарта бастайды. Сол кезде гаймор қуысындағы сұйықтық шығады. Мысалы, гайморит кезінде антибиотиксіз емдеу барысында осындай арнайы ингаляторлар қолдануға болады,
осы ингалятор туралы айтып өтсеңіз, қалай қолданады? Бұл ингалятордың аты бізде парисинус деп аталады. Именно жаңағыдай бізде мұрынның қосалқы қуыстарына, құлақтарға және көмей бөлімдеріне арналған сондай бір ингалятор. Басқа ингаляторға қарағанда айырмашылығы бізде дәрілік бөлшектерін бөліп точкасына дейін жеткізіп береді. Мысалы, гаймориттерде біз ол мұрын қуысының сәл жоғары этабында орналасқандықтан бізде направлениясын жоғары қаратамыз. Ал егер құлақтарда атит болғанда бізде өзінің арнайы көрсеткіштері болады. Мысалы, жедел атиттерде бұны қолдануға болмайды. Бізде жаңа созылмалы құлақтар бітеліп қалатын, ашылмайтындар болады. Сол кезде осын қолдануға болады, арнайы дәрілері болады. Ол кезде біз бағытын бұрамыз. Мұрынға осылай. Құлаққа келген кезде бағытын бұрамыз. Жоғарғы мынау маңдай қуысы гаймориттерде біз бағытын жоғары қаратамыз. Өйткені ішінен шығатын дәріні бізге тура сол гаймор қуысына жеткізу керек. Бұл ингаляторды тек қана дәрігердің қаралуымен қана қолдануға болады, үй жағдайында болмайды? Жоқ, үй жағдайында жоқ, болмайды. Ал гайморит кезінде қанша курс алу керек жалпы дәрігерге келіп? Гайморит кезде біз бірінші мұрын қуысын жуамыз, сосын барып екінші этапта осы құрылғымен бірден жаңа іске қосырамыз. Сол кезде мұрын жуылады и дәріні біз бірден гаймор қуысына жеткізуге болады. Эффективтілігі екесе жоғары болады, чем жуғанға қарағанда. Яғни гаймор қуысында ірің болса да, гайморит кезінде ірің пайда болса да, оны антибиотик қолданбай, промывание жасау арқылы жеңуге болады. Бірақ бақылауда болу керек, обязательно бақылауда болу керек. Өткен дәрігер күнделікті бақылап отырады. Егер жағдай төмендейтін болса, оның өзіне тағы біз жалпы анализ қан тапсырамыз. Соның ішіндегі біз критерийлер бар, мысалы лейкоцит деген сияқты. Жоғары болса, біз қосуға міндеттіміз. Түсінікті. Жүктіліктің кез келген триместрында арнайы қолдануға болатын антибиотиктер бар. Егер де дәрігер осы промывание жасау арқылы мұрын қуысын, гаймор пазухасын жу арқылы егер де әйелдің жағдайы жақсармайтын болса, және де қан анализінде өзгерістер болатын болса, антибиотик қосу керек болады, Бізде қандай антибиотиктер қосуға болады деген сұрақ туындайтын шығар енді барлығының ойында. Бірінші триместрде әрине мүмкіндігі болса, барынша антибиотикті шығаруға тырысу керек. Өйткені бізде негізі жаңағыдай плацентарный барьердан көп дәрі өтіп кетеді. Ал жаңағыдай FDA дедік қой, біз категориялар бойынша зерттелген критерийлер бойынша ғана дәрілер бере аламыз. Яғни жүктіліктің бірінші триместрында қолдануға рұқсат етілген ғана препараттарды бере аласыздар. Оның өзінде бізде тек қана пенициллин топтағы дәрілер ғана біз бере аламыз. Ол өйткені ешқандай зерттеу бойынша ешқандай тератогендік ауытқу ешқандай байқалмаған. Яғни жатырдағы балаға ешқандай ауытқуларға алып келмейді. Сондықтан оны бере аласыздар. Бірінші триместрде болады. Екінші триместрде біз қоса аламыз жаңағыдай пенициллин топтарымен және цефалоспориндік топтарды қосуға болады. Оның өзінде бірден 12-13 аптасында емес, біз 18-19 аптадан бастап қосуға болады. Көрсеткіш бойынша. Жүктілік кезінде, мысалға сіздерге әйел мұрын жуылдыруға келіп жүр. Яғни антибиотик алмайды, мұрын жууға келіп жүр. Неше күн бойы жүкті әйел лор дәрігеріне келіп мұрын жуылдыру керек? Мұрын жуылдыру кезеңі 3 күннен 5-6 күнге дейін баруы мүмкін. Оның өзінде біз көріп отырамыз. Әр жуған кезде мұрынның шырыш қабатын көреміз. Ірің азайған болса, кейбір кезде болады, күнделікті емес, күн ара келуге де болады. Мысалға, лор дәрігерлер гайморит кезінде, лор дәрігерге келіп біз мұрынды жудыртамыз, мысалы жүкті әйел, одан кейін үйге барғаннан кейін де мұрынды жуып отыруға кеңес беріледі. Сондай жағдайда әйел қалай үй жағдайында гайморит кезінде қалай дұрыс мұрын қуысын жуу керек, соны көрсетіп кетсеңіз? Біз клиникада тек қана жаңағыдай мұрнын жудырып қана қоймайды, жаңағы кісіге ары қарай да үйде өзі істей алатындай жағдай үшін мұрын жуын ашып береміз. Бір кісілер жаңағыдай ойлап қалуы мүмкін, тек қана мұрын жуып қана сол еммен шектеледі деп. Жоқ, біз тек қана мұрынды жуып береміз, ары қарай үй жағдайында өздеріңіз мұрынды жуып, қалған шырыш қабатты шығару мақсатында. Сондай мақсатта біз береміз. Ал үй жағдайында не істеуге болады деген сұраққа, үй жағдайында біз мұрын қуысын обычно жаңағыдай физрастормен немесе фурацилинмен кез келген дәріханада
мынандай табуға. изотоникалық ерітінді физический раствор, физраствор деп аталады, 0,9%. Осыны сатып алып өте арзан тұрады. Үй жағдайында осындай сұйықтықпен мұрын қуысын жууға болады, осындай немесе бұл үй фурацелин. жағдайында ең жағдай тиімді жол ғой енді. Әрине егер адамның жағдайы жетіп жатса, бізде арнайы спрейлер бар. Спрейлер дайындалған. Сонымен мұрын қуысын жуған ол өте тиімдірек. Мысалға 1-2 спрейді атап өте аласыз ба? Қандай үй жағдайында қандай спрейлермен жууға болады? Тұзды сулардың спрейлері өте көп. Қазір аптекаларда, дәріханалардан кез келген жаңағыдай аквамарис, аквалор, жаңағы синамарин сынды мысалы тұзды сулардың кез келген жарайды, кез келген триместрде жарайды. Өйткені олар ешқандай ішінде химический консерванттар жоқ. Тек қана тұзды су және микроэлементтер ғана бар. Микроэлементтер жаңа мұрынның шырыш қабатын өзіне келтіру мақсатында сондай микроэлементтер қосылады. Енді спрейді қолданатын болсақ, қалай дұрыс үй жағдайында әйел спреймен мұрын қуысын жуу керек, көрсетесіз ба соны? Үй жағдайында қалай мұрын жууға болады? Мысалы, мына елестетіңіздер, мұрын қуысының ішкі беті. Кейбір кісілер айтады, физраствормен жаңа шприцпен жууға бола ма деп. Иә, жууға болады. Қараңыздар. Жаңағыдай физрастворды аласыздар. Сосын жуған кезде желательно былай еңкейтіп, бастарыңызды аздап бұру керек болады да, сосын барып осылай құю керек. Өйткені бізде мынау гаймор қуысы сол жақ бетте орналасқандықтан бұл пассивті жуу деп аталады. Ойлап қалмаңыздар, кейбір кісілерде бұл процесс қарсы көрсетіледі. Неге деген сұраққа? Мысалы, қандай жағдайларда шприцпен үй жағдайында жууға болмайды мұрын? Егер адамда құлағынан проблема болатын болса, немесе бізде перегородкамен проблемасы, мұрын пердесі қисық болатын болса, нежелательно бұлай жуу. Өйткені сіз ойлаған нәтижеге жетпеуіңіз мүмкін. Ал жуған кезде кейбіреулер болған қатты напормен құлағына айдап жіберуі де мүмкін. Осыдан қорқу керек. Мысалы, мен сол жағымда гайморит болатын болса, мен сол жағымды жуатын болсам, бірінші сол жаққа қарап жууым керек па? Жоқ, қатты былай басты қатты бұрудың қажеті жоқ. Тек қана сәл ғана иіп, осылай просто жуған кезде ішін жуып шығасыздар, ақырындап жаңағыдай мұрынды қағып түсу керек болады. Бірінші ауыратын жақты ма, немесе ауырмайтын жақтан бастау керек па? Қай жақтан? Оған байланысты. Байланысты емес. Оң жақ болса, сол жақ болсын, ешқандай былай айырмашылық жоқ. Мысалға 20 мл шприцті алатын болсақ, неше рет осы шприцпен жуу керек? Әр мұрын жолына 2-3 рет жеткілікті болады. Ал үй жағдайында мысалға тұздан, кәдімгі ас тұзынан суға араластырып, немесе сода қосып араластырып, сондай ерітінді жасап алып жуып жататындар бар. Сондай ерітінділермен жуу қаншалықты тиімді? Жоқ, ондай ерітінділер мен былайша айтқанда ол кісілерге рекомендация бермейтін едім. Неге деген сұраққа? Өйткені ол сіздердің тұздарыңыз концентрациясын ешкім болжамайды. Ешкім болжамайды. Просто стаканға алады, 1-2 қас салып, ол қазір YouTube, қазір интернет дамыған заманда барлығы былай көрсетеді, бірақ оның барлығы есептелмеген. Ол кісінің мұрнына ол концентрация бола ма, болмай ма, ол да білмейді. Өйткені ол тұзды қылып жіберетін болса, мұрнынан проблема болатын болса, ол кептіріп жіберуі мүмкін, немесе мұрын қанат жіберуі мүмкін. Ең тиімді жолы ол тек қана физраствор, мен айта аламын. Ал мүмкіндіктеріңіз болса, әрине спрей алып, дайын раствормен жуған, әрине ол күшті болады. Шприцпен жууға болады, енді спреймен де жууға болады. Спреймен де жууға болады. Спреймен жуған кезде біз қандай нәтижеге, қандай көрініс болады, қазір көрсетейін. Кез келген жағдай тұзды суларды аласыздар да, спрей шашқан кезде, мысалы былай ішін полностью жууға болады. Бүкіл жаңағыдай мұрынның ішкі қабаты жаңағыдай қамтылады. Оң жағы, сол жағын бөліп. Оң жақты да, сол жақты да. Осылай жууға болады. Бірақ егер мұрын қатты бітеліп тұрған жағдайда, бізде тұзды сулардың да концентрациясы бар ғой. Гипертонический тұздар қолдану керек. Кейбір кісілер айтуы мүмкін, изотонический жаңа физраствор бізге көмектеспейді деп. Ол кезде сіздер изотонический емес, сіздерге гипертонический растворлар дұрыс болады. Өйткені мұрын іші ісініп тұрған кезде тұз өзіне артық сұйықтықты өзіне қарай шығарады. Гайморит кезінде қолдануға болатын гипертонический растворлар бар деп айттыңыз дәріханада. Солардың ең өзіңізге ұнайтын, тәжірибеңізде қолданатын қандай түрлеріне кеңес бере аласыз? Және де жүкті әйел дәріханаға барып, сондай гипертонический растворларды таңдап жатқан кезде не нәрселерге көңіл бөлу керек? Қорапшасында не нәрселерді оқу керек? Сол туралы айтып кетсеңіз. Жүкті әйелдерге гайморит талқылап отырмыз ғой. Гайморит кезінде мысалы кейбір спрейлер ол кісіге нәтиже бермеуі мүмкін. Сіз дәріханаға барған кезде ең бірінші спрейдің қорабына мән беріңіз.
ол қорапта бізде изотониялық раствор ерітінді деп жазу мүмкін, немесе гипертониялық деп жазу мүмкін. Гипотониялық табу өте қиындау. Изотониялық дегеніміз біз ол күнделікті қолданатын, ешқандай гайморит болмаған жағдайдың өзінде де тек профилактикалық ретінде ғана қолданатын растворлар. Олар жаңағы мысалы аквамарис ең бәрі білетін. Аквамарistің норм, классик деген сияқты түрлері бар. Күнделікті қолданатын. Ал жаңағыдай гайморит кезінде бізде бұл кезде гипертониялық растворлар керек. Өйткені бізде мұрын ісініп тұрады, ісінген сайын бізде ауру сезім бар. Соны басу мақсатында бізде гипертониялық растворлардың ішінде оның ішінде экстра сильный деген түрлері болады. Және именно жаңағыдай тұмау, насморк деген сияқты сөздер бар коробканың бетінде жазылған. Оның концентрациясына мән беретін болсаңыздар, сол гипертониялық раствор оның астына жазылады 1,1%, 1,1%-тен жаңағыдай 1,8%-ке дейін деген сияқты. Егер де қорапшасында 1-ден 2-3-ке дейін деп жазылып тұрса, ол гипертонический раствор саналады, яғни сол арқылы мұрынның ішіндегі қабынуды азайтып, және де демалуды жақсартуға болады. Ал жаңағыдай 1%-тен төмен қарай болса, онда ол көмектеспейді. Ол көмектеспейді, ол тек ауырмаған адамға профилактика ретінде мұрынның ішін құрғаған кезде оны ылғалдандыру үшін ғана күнделікті кез келген адамға қолдануға болатын сұйықтықтар. Жаңағы мұрынның көлденең кесіндісі біз шприспен жуған кезде мұрынның ішінде қандай көрініс болады? Қазір көрсең, біз жаңағы еңкейіп жуған кезде, мысалы, былайынан жуасыздар сіздер. Осындай көрініс болады. Бұл да аздап көмектеседі. Бұл жуулардың барлығы бізде пассивті ем болып табылады. Өйткені біз тек қана енгіземіз, бірақ шығармаймыз. Ал клиника жағдайында біз жаңағыдай енгізіп, артынша сорып аламыз. Яғни клиникада лор дәрігерлер жуған, үйде жуғанға қарағанда тиімдірек болып табылады. Тағы бір жуу әдістері, ол бізде жаңағы дәріханаларда бар, арнайы жаңағыдай системалар болсын. Осындай кішігірім бір баллончиктер болады, долфин деген сияқты, жаңағыдай лейка деген сияқты, сондай бір кувшин сияқты тәрізді сондай жуатын әдістер бар. Бұлармен қалай қолданады? Мысалы, мұрын тұрған кезде арнайы кнопкасы бар. Бізде кнопкасы бар, басқан кезде бізде су шығады. Мысалы, жоғарыдан басқан кезде, мынандай. Осылай жуып шығаруға болады. Екі жақты кезектестіріп жуу керек, иә? Осылай екі жақтан да кезек-кезек жуалады. Енді дәрігер кейбір келіншектерде жүктілікке дейінде созылмалы гайморит болады. Және де көптеген келіншектерде жүктілік кезінде иммунитеттің төмендеуінен осы гайморит асқынып жатады. Енді сіз дәрігер ретінде жүкті келіншекте созылмалы гаймориті жүктілік кезінде асқынбау үшін әйел не істеу керек? Қандай да бір іс-әрекетпен алдын алуға бола ма бұл жағдайда? Созылмалы аурулары болатын болса, әрине ең бірінші жүктілікті жоспарлау бар ғой. Жоспарлардан алдын адам созылмалы ауруларын бір жақты ету керек. Егер бұған дейінгі жүктілік асқынумен, қиындықпен өткен болса, келесі жүктілікте міндетті түрде егер лор патологиялар болатын болса, соның себебін анықтап деген сияқты. Егер мұрын пердесі қисық болатын жағдайда, соны түзеп, коррекция жасап, келесі жүктілік оңай өту мақсатында бұның барлығы. Ал кейбір кезде болады, біз жүктілікке дейін ол кісілерді КТ-ға, рентген, МРТ-ға жіберіп, себебін анықтап аламыз. Бір кісілерде болуы мүмкін, киста болуы мүмкін. Бір кісілерде полип болуы мүмкін. Соның салдарынан гайморит асқынып отырады. Өйткені кистасы өседі. Жаңағы айттық қой, біз мұрынның ішіндегі тесікті жауып қояды, ішіндегі шырыш шыға алмай қалады. Сол шырыш іріңдейді. Сол кезде соның ошағын жою керек. Немесе кейбір кездерде әйелдерде кариес болуы мүмкін, тіспен проблемалар болуы. Егер де кариесі бар тісіңіз болса, ол да гайморитке алып келуі мүмкін. Ол да гайморитке алып келуі мүмкін, өйткені бізде барлық ауыз қуысы, мұрын қуысы бәрі-бірімен байланысты. Даже гаймориттің өзі мұрын қуысының патологиялары ауыз қуысына түседі. Ондай да бар. Сонда жүктілікті жоспарлау алдында, егер де сіз өзіңізде созылмалы гайморит бар екен білетін болсаңыз, кариесіңіз бар екен білетін болсаңыз, осы проблемалардың алдын алу үшін жүктілікті жоспарлау барысында лор дәрігерге барып, стоматолог дәрігерлерге барып, осы созылмалы ауруларыңыздың себебін анықтап алдын алу керек, иә? Және де бұл жерде осы созылмалы синуситтерге, гаймориттерге алып келетін бір себеп, ол бізде мынау ангина деп жатамыз.
ангина хронический созылмалы тонзиттер. Бұл тонзиттің өзі бір ошақ, инфекция ошағы. Оның өзі кез келген факторлар, суық фактор болсын, любой жаңағыдай кариес, тістердің кариесі осы ангинаны асқындырады. Сол инфекция бізде жоғары қарай көтеріліп, мұрын шырыш қабатына түседі. Артынша бізде гайморит болуы мүмкін, құлақ аурулары болуы мүмкін. Инфекция ошағын жою керек. Яғни жүктілікті жоспарлап жүрген кезде міндетті түрде кез келген инфекцияның ошағын жою керек. Бұл бізге көрінетін дүниелер барлығы. Ал бізде көрінбейтін дүниелер ол енді жасушашілік инфекциялар. Цитомегаловирус. Бұл инфекциялардың барлығы бізде адам организміндегі вирусқа, инфекцияға қарсы күшін азайтады адам. Соның әсерінен бізде микрофлора бар ғой. Мұрын қуысының микрофлорасы әлсіреп, кез келген инфекция мұрын қуысында қабыну тудыра береді. Түсінікті. Егер де мысалы әйел жүктілікті жоспарлаған кезде лор дәрігерге бармады, стоматологқа бармады, жүктілік басталды. Енді жүктілік басталып кеткеннен кейін енді осы гайморит болмау үшін әйел қандай да бір іс-әрекет арқылы алдын ала ма, осы асқынбау үшін? Бұл жерде мысалы жылы киіну, көпшілік жерге бармау деген сияқты бір профилактика жолдары бар ма? Ол міндетті түрде. Өйткені адам өзінің күшін біледі ғой. Қай жерге барған кезде ол жүктілікке дейінде ол кісі біледі. Егер жаңағыдай ортаға баратын болса, ол кісі де асқынады. Немесе мұздай салқын бір ішетін болса, ол асқынады. Сол процесстерін, сол факторлардың барлығын ескеріп, жаңағы жүкті әйел кісі ескеріп, содан аулақ жүрген дұрыс. Көп шоғырланатын жерде, дұрыс, ол жерде барудың қажеті жоқ. Салқын кезде міндетті түрде жылы киініп деген сияқты, егер қыс ауа райы болатын болса, жаңағыдай арнайы шарфтармен ауыз мұрын қуысын жауып деген сияқты. Өйткені ол кісінің микрофлорасы күші суық ауаға төтеп бермейді. Ол кісі ито әлсіз, суық ауа одан әрмен жаңағы инфекцияны өршітеді. Сондықтан жылы киініп, жаңағыдай қалың, жаңағыдай профилактикалық түрде кешке келген кезде бірден мұрын қуысын жуып отыру, сырттан келген кезде ол міндетті түрде. Сосын түнгі ұйықтар алдында мұрын қуысын ылғалдандырып отыру да маңызды дедіңіз, ол міндетті түрде, ол кісілерге және сол жүкті әйел кісі өзі жататын бөлменің температурасын, ылғалдығын реттеп отыру керек. Енді жүкті әйелге жалпы осы мұрын қуысында проблемалар болмау үшін бөлмесінің температурасы және ылғалдығы қандай болу керек, қандай кеңес бересіз? Бөлме температурасы бізде 20-23 градус, 24 градусқа дейін болады, осындай жылылықта. Ал бөлменің ылғалдылығы бізде 50-60% болу керек болады. Түсінікті. Көптеген жүкті әйелдерге бүгін құнды пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Осындай біліміңізбен бөлісіп, біздің жүкті келіншектердің осындай сұрақтарына жауап беріп жатқаныңыз үшін өте көп рахмет. Азизбек Бақтиярұлының барлық Instagram парақшасын, жұмыс жасайтын орнын барлығын осы видеоның астына қойып кетемін. Міндетті түрде, егер де сізде лор проблемалар болатын болса, гайморит, тамағыңыз ауыратын болса, құлағыңыз ауыратын болса, міндетті түрде келіп, міндетті түрде қаралсаңыз болады. Барлық ақпаратты осы видеоның астына салып кетемін. Сізге көп рахмет. Бұйырса алдағы уақытта тағы да пайдалы видеолар түсіреміз деп үміттенемін.